терезеден қарап жүр. Осының толассыз келіп жатқан жедел жәрдем көліктері. Адам деген ағажыға жаңа бір кісілер айтып отыр. Баламыз алып келсек орын жоқ деп қайтарып жүріп жатыр деп. Татаба больницада орын жоқ, ойлаңыздаршы. Барлық бала ауырып жатыр екен қазір. Құдай сақтасын, ауырмай ақ қойсын, ешқандай бала ауырмасын. Құдай ешкімді баламен сынамасын. Осы маңдайыма келдім. Тағы да бүгін дем салып кетемін. Енді Аллаға шүкір дем салғалы бала жақсы ұйықтап жүр дейді. Соның әйтеуір көңілді қуантатын жері сол болып тұр. Кеп қалдық. Ертең тағы келем ертсе. В общем, бармаған адам, сұрамаған адам болмай бағана бір врачпен сөйлесіп едім. Ол врач басқа бір реаниматолог врачты айтты. Сол жердегі сол келіп қарайды деді. Енді ертең не знаю. Оны күткенше, короче, басқа бір ілгір кісін таптық. Сол тағы ілгірге көрсетейік деп тұрық. Неге тамақ жей алмай жатқанын, сол бірдеңе тұрып қалма тамағына деп тағы бір ілгірге көрсетейік деп жатырмыз. Сол ілгірді алып кетуге бара жатырмын. Қазір түнделетіп ұшып баратырмын алға басқа. Сол, в общем, ана жақта мына жаққа 180 мен басып жатырмын ғой әйтеуір. Бәрін үлгеру керек болып, деп есім алып жатыр ғой. Ертең кетіп қаламын, ертең үлгермей қалмайын, барлығын жасап кетейін деп. Мұртта көтенің ұшымен дем алып жатырмын ғой, короче, одним словом. Сол Алла амандығын беріп, аман есен жетіп алайын енді. Маған беріп келе жатырмын. Мен бүгін честно бар бақып, ары-бері жүгіріп, ишак болып жүгірдім ғой бүгін. Вроде все успела әйтеуір. Істейтін заттардың барлығын, баланың, врачын, массажистін, ілгірін, бәрімен сөйлестім уж. Барлығын решать еттім. Бәрінің беретінін бердім. В общем, енді бала аман есен болса екен енді. Қалған дұға енді болды, басқа ештеңе жоқ енді. Қолдан келген барлығын жасап кетіп баратырмын енді. Жаурап та қалдым. Мамамдардың үйінде қанша күн жүргеннен кейін киімім де жоқ. Мынау сестренкамның курткасы, свитерін киіп жүргем ғой. Өзіміздің үйге барып чемодандарымды реттемесем үсіп қалдым. Біз бүгін үй жақтамыз. Бүгін соңғы күн. Неге десеңіздер, жігіттер уже Алла қаласа үйлеріне қарай жылжиды. Бүгін келіп террасаның бітпей қалған жерлерінің барлығын бітірдік. Бітпей қалған жұмыстары болған, сол жұмыстардың бәрін аяқтадық. Мынау енді алдыңғы жағын осылай қаптап қойдық қой. Бұйырса үйдің сырты полный осымен қапталады. Оны енді сіздер көктемде қарай көресіздер. Көктемде бұйырса осы үйдің жұмысы жалғасатын болады. Қазірге осылай террасаның барлығын бітіріп аяқтап, жігіттерімне әдемілеп стойкалардың бәрін жасап кетті. Бұйырса енді Алла қаласа апрельден бастап үйдің ремонтын жалғастырамыз. Мынау енді қазіргі үйдің ішкі жағдайы. Мынау бізде кухня, бұл жақта енді заттар, жаңағы инструменттер. Мынау зал. Мынау залымыз. Бұл инструменттер тоже. Бұйыртса лестница мұнда болатын болды ғой. Осымен төбеге көтеріліп кетеміз былай қарай. Көп кісілер сұрады ғой, лестницаның үйдің ішінде бола ма, сыртында бола ма? Басында біз үйдің сыртында болсыншы деп ойлаған. Бірақ өкінішке орай үйдің сыртында болмайды екен. Сол себепті үйдің ішінен қалатын болдық. Ішінен әдемі көрінеді екен. Қоятын жердің бәрін орнын тауып қойдық Алла қаласа. Сол енді сәттілік. Алла бұйырса бір 2-3 ай перемен жасаймыз. Кішкене ақша жинап реттеліп, демалып реттеліп аламыз. Одан кейін күннің суығында жігіттерді рөлімен қойын дедім. Жігіттердің де бітіретін жұмыстары бар. Соны аяқтап келсе, бұйырса көктемнен бастап, апрельдің 1-нен бастап оразадан аман есен шығып алсақ, Алланың қалауымен осы үйдің ремонтын ары қарай жалғастырамыз. Енді бұйыртса біздің кіру уақытымыз Алла қаласа маусым айы деп тұрмыз. Енді өзіміздің жоспармен, әрине біздің жоспардың Алланың жоспары мықты ғой. Десек те сол уақытқа қарай кіруге әрекет жасаймыз. Мықты ғой. Десек те сол уақытқа қарай кіруге әрекет жасаймыз. Әрекет бізден мықты ғой. Десек те сол уақытқа қарай кіруге әрекет жасаймыз. Әрекет бізден, берекет Алладан. Сол үшін сәттілік тілеп қойыңыздар. Енді арасында келіп өзім үйді қарап, бақылап тұрамын. Бұйыртса скоро видеокамера орнатамын үйге полный. Өйткені қазір енді бұл жақта неше түрлі жағдайлар орын алып жатыр. Сол үшін сақтықта қорлық жоқ. Құдайдың өзі сақтансаң сақтайын дейді ғой. Сол себепті жақсылап бұл үйге қарау керек. Көршілерім бар тұрып жатқан.
сол кісілерге де өтініш айтып жатырмын. Ал амандықта саулықта жолығайық ағайын. Бұйырса ертең біз Алланың қалауымен Батыс Қазақстан Оралда Ақсай деген қала бар. Сол жаққа бір апталық новогодний кештерді жүргізуге барайын деп жатырмыз. Алла қаласа құрметті менің ақсайлық оқырмандарым, егер Ақсай қаласында жаңа жыл кештеріңіз болса, Бестау мейрамханасына келіп өткізіңіздер. Өйткені біз бір апта бойына сол Бестау мейрамханасындамыз. Сіздердің керемет жаңа жылдық кештеріңізді жоғары деңгейде, жоғары дәрежеде өткізу. Брондау үшін сол кісіге хабарласып, жазып, қазірден бастап брондай беріңіздер. Өйткені жаңа жылдық кештерді от қылып жүргізу үшін біз арнайы бара жатырмыз. Сәттілік, аман болайық, бар болайық. Қазіргі түрін бір көріп алыңыздар. Бұйыртса біткен кезде тағы да бір саламыз. Валенсияға